Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен бұдан бұрын қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының YouTube каналында қолжазбалар сөйлейді айдарын жүргізген сіздерге таныс Жабықбайұлы Әділәлі боламын. Экран алдында сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Енді ұлттық орталық қорындағы құнды еңбектерді таныстыратын боламын. Ал кеттік. Менің қолымдағы бұл кітап Жүсіп Қасқажиев Баласағұнның 11 ғасырда Қарахан дәуірінде ескі түркі тілінде жазылған түрки тілдес халықтардың ортақ қазынасы болып табылады. Орта ғасырлық түрк ойшылы Баласағұн Жүсіп 54 жасында 18 айдың ішінде Сатық Бұғыраханға арнап 6645 тармақ 173 төрттіктен тұратын құтты білік дидактикалық өлеңін жазады. Аталмыш еңбек хан тарапынан ерекше қолдауға ие болып, оған Қасқажиев ұлы уәзір деген атақ берген. Автор бақыт, әділет, ақыл, қанағат деген ерекше ұғымдарға мән беріп, балама бейнелермен мәнін ашып көрсетеді. Мәселен, бақытты толған айға теңесе, әділетті шыққан күнге. Ақылда белсенді өмір жолын ұсынса, қанағатта өмірден оқшауланып, Аллаға қауышуды уағыздайды. Құтты білік дастаны Қарахан дәуіріндегі этно тарих, мәдениет, наным сенім, салт дәстүр, әдет ғұрып, дипломатиялық байланыстармен қатар көрші елдермен болған мәдени байланыс, сауда саттық, әсіресе соның ішінде киім кешек, зергерлік, аксессуарларға байланысты дереккөздерге ерекше көңіл бөлінген. Ұлттық орталық қорында бұл кітап 3 форматта сақтаулы. Ал құтты білік, құтаттық білік дастанның бізге берер ерекше құндылығы, маңызы, бір өмірдің мінез құлқын, тарихи кезеңін бойына сіңірген қоғамдық, әлеуметтік, саяси дүниелерге арқау боларлық, моралдық, этикалық, рухани қазынаға жүйеден құтты білік, құтаттық білік дастаны қазақтың рухани мұрасы болып табылады. Бүгінгі таңда осы құтты білік дастанының 3 түп нұсқасы сақтаулы. Біріншісі Аустрияның Вена қаласы ұлттық кітапханасында. Екіншісі Мысырдың Каир қаласында. Үшіншісі Өзбекстанның Әбу Райхан Бөрейни шығыстану институтында сақтаулы. Ал менің қолымдағы бұл кітап, яғни құтты білік дастаны, Аустрияның Вена қаласы ұлттық кітапханасындағы ескі түркі тілінде жазылған түп нұсқасынан алынған. Егерде бұл кітаппен танысып оқығыларыңыз келетін болса, біздің ұлттық орталықтың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер. Біздің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы сіздерге қызмет істеуге әрқашанда дайынбыз.